Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай өте әдемі тойымды аштықыдан жасалған дунганский манты жасайтын боламыз. Ауызашарға жасасаңыздар болады. Ең алдымен қамыр илейтін боламыз. Илегіштен өткізген ұнымызға бір ас қасық тұзды салып араластырып аламыз. Келесі ортасына қарай жылы суымызды құйып, бір шай қасық құрғақ аштығымызды, келесі бір ас қасық қантымызды салып, одан кейін сұйық майымызды құйып, орташа тығыздықтағы қамырды илейтін боламыз. Осылай жақсылап қамырымызды илеп алғаннан кейін 1,5-2 сағатқа жылы жерге көтерілгенге дейін қоямыз қамырды. Оғанға дейін ортасына салатын салмамызды, начинкамызды дайындайтын боламыз. Менде мясорубкадан өткізілген фарш, соған 3-4 пиязымызды ұсақтап турап саламыз. Дәміне қарай тұзын, қарабұрышын қосамыз. Фарштарыңыз майы аз болса, қойдың немесе басқа малдың іш майын қоссаңыздар болады. Аздап су құямын. Сонда фарш сочный болу үшін кішкене аздап су қоссаңыздар болады. Мінекей енді нанымыз көтерілді. Енді ортаға салып, кішірек шарик жасайтын боламыз. Сол шариктармен манты жасаймыз. Менде барлығы 24 штук шықты. Бір мантоваркам толды. Осылай барлығын салафанмен бетін жауып қоямыз, кеуіп кетпес үшін. Одан кейін осылай жайып, дөңгелетіп, ортасына салмасын салып, видеодағыдай осылай мантымызды ортасына ашық қылып түйіп шығамыз. Егер қаласаңыздар, ортасын жауып түйсеңіздер де болады. Содан кейін мантоваркамыздың суы қайнағаннан кейін 45 минут пісіріп алатын боламыз. Пісіргеннен кейін 5 минутқа бетін ашпай тоса тұрыңыздар, содан кейін барып бетін ашып қойсаңыздар болады. Мінекей осылай барлығын әдемілеп түйіп алғаннан кейін мантоваркада 5-10 минутқа бетін жауып қойамыз, кішкене көтеріледі. Содан кейін мантоваркаға пісіруге қоямыз. Май жағып алсаңыздар болады, түбі жабысып қалмас үшін. Барлығын мантоварка тізіп болғаннан кейін пісіреміз. Мінекей мантымыз дайын болды. Осылай піскеннен кейін бетін ашып қойсаңыздар болады. Өте дәмді, әрі тойымды болып шықты. Кешкі ауызашарға жасасаңыздар өте тамаша болып шығады. Менімен болғандарыңызға рахмет. Видеом сіздерге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.